армысың қазақ елі. Мен қазір байлығым ортасында жүрмін. Коронавирус. Карантин, коронавирус. Кіріп алдым да, енді шоғым шыға алмай жатырмын. Байлардың ордасы. Қолында бетперде өлімнен сақтайтын. Ташта жалдан сақтайды. Айтайын дегенім, қазақ елі. Жақсы болды ғой, ешкім жоқ. Айтайын дегенім, қазақ елі. Біз басымызды қосамыз, қоспаймыз, қазақтар. Жаңа осы қайғылды салып жатқан құрылысшылармен сөйлестім. Кәдімгідей атылып тұр. Жаным, елім, күнім, жерім деп. Әр қазақпен сөйтіп жүрген жерімде сөйлесіп жүрмін. Менің есіл дертім осы қазақтардың басын қосу. Әрине, Болат Ағаділдің шаңырағында мен бүкіл қазақтардың басын қосып, сол жерде көп болып, ешқайда бармасақ та, сол біздің санымызды көріп, билік тайсалама деп армандаған. Бірақ ол жоспарым орындалмай қалды. Ал енді мына жерден қалай шығам? Бұл жерден шыға алмайым. Мына клубтары тұр. Ал, шыға алмай қалдым. Қазақтардың басын қосып, сен, мен демей, анау сатқын, мынау сатқын. Барлығымыз бірдей билікті бейбіт жолмен ауыстырып, әділдікке қолымыз жеткізейін деген. Енді міне. Қамалып белсенділер. Ана жол мені есік алдынан алып кетті. Тығылғаным қайтейін. Бір ай далаға шықпай, бір шығып едім. Кафеден алып кетті, есік алдында тұрған кафе. Жалпы біз 4 қыз отырғымыз келген. Және тағы Сейдахметова Сәуле келді, 5-еуміз. Отырғымыз келген түрмеде. Кәдімгідей бәріміз бір қоржын, кітаптарымызды апарып, барып отырайық деп едік, бізге айыппұл тікті. Ребята, все сели за стол, а теперь Георгий и... Мына жерден қалай шықсам? Қалай шықсам мына жерден? Только через подъезд, наверное. Ой, мен бір кісі көтеріп кіргізіп еді осы жерге. А какой у вас город? Мен неден оқу орталығынан келіп жатырмын. Учебный центр. Вон кафетерий, да, сразу. Через кафетерий можно, да? Ага, у них спросите, я сама приехала. Беги, сейчас шарик заберу. Шарик. Кемпір басымен орысша сөйлеп. Жаман ұстатып.
Так, теперь мальчики разбегут. Я знаю. Үй, мыналардың жерлері қызық екен. Ой, мына мен қалай шығып кетемін осы жерден? Мен мына оқу орталығына келген, енді шыға алмай жүрмін. Қалай шығып кетсем? Төмен. Далаға шығуым керек мен. А как? Қандай магазин? Қазір Атва магазин арқылы. У Георгия и Максима день рождения. Я поздравляю. Қазақтар. Байлардың мекені. Сол қазақтар. Кеше мамай бүкіл халықтың күлкісіне қалды. Ятай сайқы мазақ қой. Масқара. Оған сеніп жүрген халықты ақымақ. Ят нәрсе. Кешегі істегені тұрған тұрсын жалт-жалт етіп. Біреуді күтіп тұрғандай, жан-жағына қарап. Ятай. Мына үлкен кісілерді айтам. Өмірбақи Назарбаевпен күресіп, оппозиция атанып жүрген. Аталарымды айтам. Апамды көрмеппін. Аталарыма таң қалам. Ойбай, оппозициямыз Назарбаевқа баяғыдан қарсымыз дейсіңдер. Неге осы бастарыңды қоспайсыңдар? Сендердің ақылдылықтарың сол ма? Іштерінде ең құрмағанда бір шал шығып, әй, бәріміз басымызды қосайық, бірге болайық, жүйемен күресейік демедіңдер ғой? Мен әйел деп қабылдамай, аузымды жапты. Міне. Бұлар әулие. Халықтың ақшасын тонап, енді мынандай зынданда тығылып отыр. Сарайда, Кенмарал сарайда. Осында адалды ақшамен ешкімде үйін алмаған шығар. Сол қазақ елі, сіздерге айтайын дегенім, бірге болайық, бас көтерейік, қосылайық, бірігейік, Беларусь елдер сияқты той жасайық. Алға қазақ елі.